Ерен ерлігі еленбеген ерлер қаншама. Алайда алақанына салып аялап, батыр деп ат беріп айдар таққан жұрт барда қаһармандардың есімі ұмытылмайды. Жеңістің 75 жылдығы қарсаңында сұрапыл соғыста халқы үшін қан кешкен қайран ерлердің есімін ұлықтауды жөн санадық. Сондай сом тұлғаның бірі Лев Анатольевич Владимирович еді. Адмирал Лев Анатольевич Владимирский 1903 жылы Атырау өңірінде дүниеге келген. Әкесі мұғалім, анасы медицина саласының қызметкері болған. Әкенің тәлім тәрбиесін, ананың мейірімін көріп өскен ол 1922 жылы Петербургтегі әскери теңіз училищесіне оқуға түседі. Оны бітіргеннен кейін Қара теңізге жолданады. Сол жерде 1944 жылға дейін әскери қызметте болады. 22 жылға дейін Орта Азияда басмашыларға қарсы күреске қатынасты. Сонда жеке өзінің Жайық деген аты болды. Әскери аты. Оны Жайық деп атаған себебі туған жерін, яғни біздің Атыраудың өлкесін еске түсірген еді. Лев Анатольевич Ұлы Отан соғысы басталған кезде контр-адмирал еді. Сол 43 жылға дейін, 43 жылдың наурызына дейін осы Қара теңіздегі әртүрлі әскери операцияларға белсене қатынасты. Оның әскери жаңалығы да болды. Осы Қара теңіз флотында неміс фашистерімен шайқасып жүрген кезде ол әлем тарихында, әскери соғыс тарихында бірінші болып жағалаудағы жау батареяларына, жау қорғанысына торпеданы қолдануды ойлап тапты және іске асырды. Ерлігі еленген Лев Владимирский 1943 жылдың наурыз айында Қара теңіз флотының қолбасшысы болып тағайындалады. Араға бір жыл салып, Қырым мен Кавказды азат етудегі шайқасқа дайындық кезінде белгісіз себеппен Баһадүр батыр қолбасшылықтан босатылады. Сөйтіп, Балтық флотына жөнелтіледі. Оның өзінің досы, сол кездегі, одан кейін де КСР-дағы әскери теңіз флотының қолбасшысы болған Николай Герасимович Кузнецов түсіндіре алмай кетті. Не себепті болғандығын. Бірақ Балтық флотында да Владимирский өзінің жақсы қолбасшылық дарынын көрсетіп, мұнда да ірі шайқастарға қатынасып, Фин шайқасында өзінің ерекше дарындылығы, қолбасшылық дарын тағы да көрсете білді. Кейіннен жауынгерлік ерліктер үшін ол бірнеше рет әскери ордендер алды. Оның ішінде 2 рет Ленин ордені, 3 рет Қызыл ту орденімен, 2-ші дәрежелі Ушаков және 2-ші дәрежелі Суворов ордендерімен марапатталады. Соғыстан кейін Лев Владимирский әскери қызметін жалғастырып, қорғаныс министрлігінде лауазымды қызметтерді атқарды. 1971 жылы дүние салады. Оның ерен ерлігі туралы өңірдегі қарымды қаламгерлер зерттеді, жазды. Әрине, оған батыр деп ат беріп айдар таққан халқы барда, оның есімі ұмытылмақ емес. Асланбек Шығырып, Атырау телеарнасы.